Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздер ме бүгінде амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Бір кітаптан оқыған едім. Баласы әкесінен сұрайды екен. Әке, мені жақсы көресің ба деп. Сол кезде әкесі, балам, сені әрине жақсы көрем, сені сүйем, сені барыммен, шын жүрегіммен сүйем деп жауап берген екен. Енді әкесінің осы бір ауыз сөзі баласының сол бір күн емес әуелі 5 күн, 10 күнге жалғасатын бір энергиясын толықтап тұра ма деп ойлаймын. Бәріміз де жақсы сөйлесек, баламызға шын ниетімізбен өзіміздің оны жақсы көретінімізді бейнелеп, аузымызбен айта алсақ деп ойлаймын. Осы талайдан бері айтып келе жатырмын ғой. Біз сөйлеу өнерімізді, ата-аналар өзіміздің сөйлеу әдісімізді, сөйлеу өнерімізді жақсартуымыз керек. Баламызға жақсы сөзімізді аямай айтуымыз керек. Енді кешеден бері мен бір видео шығарған едім кешегі. Соған сондай көп жүрекшелеріңізді басып, өздеріңіздің маған деген қолдауларыңызды білдіріп, неше түрлі пиаутиңдарды жіберіп, мен қолдап жатырсыздар. Қатты тебірендім, қатты әсерлендім. Рахмет сіздерге. Осы біздің қазақ ұлтымызға осындай бала тәрбиесі, осындай ғылыми бала тәрбиесінің де керек екенін, өте керек екенін түсініп жеттім тіпті де. Бұл өзіме де өте үлкен бір шабыт болды. Енді жалғасты сіздерге бір жақсы мазмұндарды бөлісуге мен тырысамын. Рахмет сіздерге. Сол енді өзіміздің сөйлеу әдісімізге көңіл бөлсек деп әлі де айтқым келеді. Мәселен, балаңыз шулап ойнайды, енді бала болған соң айғайлайды, ойнайды деген секілді басыңыз ауырады ғой. Сол кезде айғайламашы, шуламашы дегеннің орнына, балам, сен біраз ақырындау сөйлесең, мамаңның сөзін жақсы ести алушы едің, жаңа сөзімді естімей қалдың деген секілді кеп жанына, көзіне қарап тұрып ақырын мейіріммен айтсаңыз, бала алдындағы сіздің айғайлама, шулама дегеніңізден көрі сол артқы сөзіңізді жақсы ести ма деп ойлаймын. Одан кейін сол кезде ол даусын бәсейте бастаса, сол кезде оған дер кезінде шабыт беріп, жарайсың балам, рахмет саған, осылай даусыңды бәсейтіп сөйлегеніңе деп оны бір мақтай кетсеңіз, жалықпасаңыз, әр қашан осылай сөйлеуден өзіңізге қатаң талап қойып, өзіңіздің сондай бір сөйлеу әдісін жетілдіруге өзіңізді біраз зорлап жіберсеңіз, балаңыз керемет болып шығатын еді. Енді кеше және де сол қызымның бір сөзіне өзім әсерлендім. Әдетте балалар бір нәрсені төгіп алып жатса, бірдеңкені түсіріп алып жатса, болмаса бір жерден жығылып қалса, мен айтам. Мысалы, бір орындықтан жығылып қалады ғой, соны дереу тұрып кетеді. Сол кезде, ой балам, сен қандай тезсің, өзің дереу тұрып кеттің ғой деп айтам. Оған жығылдың деп ұрыспаймын. Одан кейін бір жерден құлап бара жатып, құламай қалса да айтам. Балам, сен құламай қалдың ғой, ұстап алдың ғой деген секілді бір нәрсе түсіп бара жатса, соны ұстабаса, мүмкін біз кейбір кісілер айтуы мүмкін. Бұрынғы кезде мен де солай айтушы едім. Түсіп бара жатқан кезде ол бала соны ұстабаса, ой, андағы түсті ғой, байқасаң болмай ма деген секілді. Олай айтқанның орнына артынан ойланып айтатын болдым. Балам, сен ұстап алдың ғой, түсірмедің ғой андағын деп. Одан кейін сол бірдеңкелерді түсіріп алса, төгіп алса, іштен кетпейді деймін. Одан киіміне бірдеңкелер жұқтырып алса, бояп сызып алса, мама сызып алдым дейді. Сол кезде іштен кетпейді балам деп айтам, жуа саламыз деген секілді жеңіл ғана. Сонда кеше мен бір прәндіктерді тақсыға салып беріп жаттым қызыма. Сонда төгіп алдым. Енді үлкен адамда ондай көп қателік кетіреді, бірақ біз өзіміз соны байқамаймыз. Баланың ондай қателік жіберуі қалыпты жағдай. Ал біз соны байқамаймыз да, өзімізді кінәламаймыз, баланы кінәлаймыз. Сонда кеше прәндікті төгіп алған кезімде балам маған, мама, іштен кетпейді деп мені былай сипады. Сол кезде өзім қатты әсерлендім, және өзімнің көп түрлі тәрбиелеу әдісімді, сөйлеу әдісімді өзгерткеніме қуандым. Сіздерге де жақсылық тілеймін. Үйреніңіздер, талпыныңыздар, құлшыныңыздар.